Армысыздар ағайын. Бүгін біз экономика соғысы жайлы және экономика қарулары жайлы әңгіме жүргіземіз. Сонымен экономика соғысының екі жақтан қатысатын өкілдерін анықтап алайық. Бір жағынан ұлттық капитал өкілдері шығады. Ол кез келген мемлекеттің ішінде шыққан ұлт өкілдері өздері бір өндіріс жасап, бір байлығын тауып, немесе бір өздерінің қолдарымен жеткізген, қыруар ақшаға жеткізген қазына иелері сол ұлттың, сол мемлекеттің ұлттық капитал өкілдері болып есептеледі. Бұл соғыстың бір жағы. Енді соғыстың екінші жағынан шығатындар ол әлем капитал өкілдері. Жалпы кейбіреулер оны ұлтаралық капитал деп атауы мүмкін, орысша айтқанда международный капитал деп. Бірақ шын мәнінде ол ешқандай ұлтаралық капитал емес, ол бүкіл дүние жүзін жаулап алған әлем капиталы. Солардың бірден бір өкілдері өздеріңіз білетін Ротшильд пен Рокфеллерлер. Жалпы олардың саны 300-ге таяу, олардың аты жөндері ғаламторда жазылған, кез келген адам іздеу салып, солардың аты жөндерін анықтап ала алады. Енді сонымен ұлттық капитал мен әлем капиталдың екіара соғыс жүріп жатады. Ол соғыс экономикалық қару мен экономика жайында соғыс болып есептеледі. Жалпы егер әлем капиталының тарихын зерттейтін болсақ, зерттемелерде, тарихи жазбаларда ең алғаш кездесетін жазба ол тамплиерлар ордені болып есептеледі. Олар тамплиерлар 1118 жылы құрыла басталды, ал алғашқы жазба 1300 жылы шығады. Ол кезде тамплиерлар Европаның ішіндегі кез келген бірнеше мемлекеттердің ішінде қызмет атқарған. Сондай-ақ Францияда ол кезде әдемі Филипп IV деген кісі патша болған. Сол кісі өзінің қолына бір құпия хат алады. Сол жерде осы тамплиерлардың сатқындық әрекеті жайлы түбегейлі мәлімет жазылған екен. Ал сол тамплиерлар Филипп патшаның қазынасының банкирлер ретінде қызмет көрсеткен екен. Франция мемлекетінде сол кездері. Содан 6 жыл бойы Филипп тергеу жұмыстарын жүргізеді, тыңшыларын, барлаушыларын жібереді жан-жаққа, және Ватикандағы папасымен келісім шарт жүргізіп, екеуі өзара келісіп, тамплиерлардың көзін құртпақшы болады. Солай 1307 жылы 13 қазан айында сол мемлекеттің ішіндегі Франциядағы барлық тамплиерлардың бәрін қолға түсіріп көзін құртады. Осылай мировой әлем капитал алғашқы әрекеті жүзеге аспады. Олар содан кейін өздерінің қателерін түсініп, екі нәтиже шығарды. Біріншісі, патшаның билігін шектету. Сол үшін әр мемлекетте парламентті енгізуге тырысты. Екіншісі, Римда отырған Ватикан папасының билігін шектету болды. Сол үшін әр мемлекетте өзінің дінін енгізуге кірісті. Соның ішінде өздеріңіз білесіздер, Англияның өзінің діні болды, Германияларда өздерінің діні болды. Сөйтіп талан-таражға дінді бөлшектеп тастады. Сөйтіп папаның да билігін шектетуге тырысты, және патшаның да билігін шектетуге тырысты. Содан кейін уақыт өте бере Ротшильдтар алаңға шығады. Онысы 1743 жылы Мауэр Амшил Бауэр деген кісі дүниеге келеді. Сол адам финанс жағынан, қаржы жағынан біраз әрекет жасап, ақша жинайды, және сол кісінің 5 баласы болады. Сол 5-еуі Ротшильдтардың бастамасы ретінде 5 мемлекеттен банк ашады. Онысы Германия, Австрия, Англия, Италия, Франция. Ротшильдтың дүние жүзінде атақты бәріне әйгілі сөзі қалған: маған ақшаның билігін берсеңіздер, заңдарына елемей пысқырмаймын да деген. Міне солай ақшаның құнын заңнан да жоғары ұстай білген Ротшильдтар дүниеге келіп, өзінің әлем капиталының бастамасын бастайды.
1800 жылдары өздеріңіз білесіздер, Еуропада Наполеон Бонапарт билікке келеді. Міне осы 5 банк, Ротшильдтар, сол Наполеонның қолымен бүкіл Еуропаны біріктіріп, сол Ротшильдтарға қарсы шыққан банкирлердің бәрінің көзін жояды. Және Наполеонды өзінің қолшоқпар ретінде қолданған. Наполеон өзінің саясатын өзі түсінбей, көмектің қайдан келе жатқанын түсінбей, өзіне өзі сеніп, өзін гениймін деп есептеген. Ал шын мәнінде ол Ротшильдтардың қолында ойнаған ойыншық болған екен. Содан Наполеон өзінің шегін түсінбей, өзінің қателіктерін мойындамай, екі үлкен қате жасайды. Оның бірісі 1798 жылы Мальта деген аралға барып, сол жердегі Мальта орденін тонайды. Қыруар ақша, алтын алып шығады ішінен. Соны кемеге тиеп, Францияға жөнелткен кезде, Англияда отырған Натан Ротшильд деген Англияның кемелерін қарсы жүргізіп, сол кемені батырып, бүкіл алтынды қайтарып алады. Бұл Наполеонның бірінші қатесі. Екінші қатесі, сол кезде Еуропада қағаз ақша жүрген тұғын. Сонда Наполеон қағаз ақшаның бәрін жойып, қайтадан алтын мен күміс ақшасын енгізеді. Ол деген әлем капиталының жоспарына қарама-қайшы әрекет болатын. Сондықтан олар, сол әлем капитал өкілдері, Наполеонды жоюға жоспарлайды. Сол мақсатпен Наполеонды сол кездегі Ресей империяға қарсы айдап салады. Өздеріңіз білесіздер тарихтан, Ресей империясының құлдырай жеңіліп, Ресей әскері Париждің ішіне еніп, Наполеон тұтқындалып, Эльба деген аралға апарылады. Енді әлем капиталы бүкіл Еуропаны біріктіріп, өз құзырына әкеліп, бәр жерде өзіне керекті орындарға отырады. Бірақ оларда әлі шешілмеген екі мақсат болады. Біріншісі, Наполеонның арқасында Францияның лауазымды тұлғаларының көбісі өте патриот келген. Франция үшін жан пидамын деп, талай-талай жерлерде, талай әкімшіліктерде отырған патриоттар болатын. Францияның патриоты. Солар мына әлем капиталының іс қимылдарына едәуір әрекет жасауға тырысқан. Соны түсінген Ротшильдтар осы патриоттарды әкімшіліктен, биліктен шектетуге мақсат қояды, жоспар қояды өздеріне. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бүкіл Еуропаны өз құзырына әкелгенімен, бүкіл Еуропаны банктың қол астына жинағанымен, Англия содан шет қалып тұр. Англияда отырған Натан Ротшильд белсенді байларының бірі болса да, сол Англияға ешбір билігі жүрмеген сол кездер. Содан бұл Ротшильдтар нені ойластырады, қараңыздар. Эльба аралынан Наполеонды босатып, оны қайтадан Парижге алып келеді. Өздері соның бәрін жасайды, реттейді. Сосын Наполеон бүкіл Францияға жар салады. Елдің патриоты кім Франция үшін патриот сезімдері болса, менің соңымнан еріңдер, мен Англияға қарсы соғысқа шығамын деп. Солай әрбір орында отырған жоғары лауазымды патриот француздар қолын көтеріп дауыс береді. Мен Франция үшін жан пида, мен Наполеонның соңынан еруге дайынмын деп. Сөйтіп, әлем капитал өкілдері әрбір патриоттардың аты жөнін біліп, тізімге енгізіп қояды. Сөйтіп, олар патриоттардың кім екенін біліп алғаннан кейін, уақыт өте ақырын ептеп биліктен алыстатып, шеттетіп, толығымен сол патриоттардың бәрін жойып жібереді. Ал орнына ар ұяты жоқ, мемлекеттің ақшаға сатып кетуге дайын тұратын әкімдерді және шенеуніктерді әкеп тағайындайды. Міне солай Франция бірінші патшалығынан айырылып, революцияның арқасында, екінші өзінің егемендігінен айырылып, Ротшильдтардың қол астына толығымен қаржы жағынан еніп құлдыққа кіреді. Және экономикалық соғысты әлем капиталына жеңіледі. Екінші жоспар ол Англияны жеңу болатын. Енді қараңыз, бұлар не істегендерін. Француздар Наполеонның қолбасшысының арқасында Ватерлоо деген елді мекен жайында Англияның әскерімен сайқасады.
Ол шайқас 1815 жылы маусымның 18-інде болған. Ал 2 күннен кейін Натан Ротшильд 20 маусымда таңертең ерте ең алғашқы адам болып Наполеонның жеңілгенін хабар алады өзінің тыңшыларынан. Содан биржаға барып, таң атпастан өзіндегі барлық құнды қағаздар мен капиталдардың документтерін арзанға сата бастайды. Бірақ өзінің тыңшы сенімді адамдарына сатады. Ешкімге айтпай. Енді биржада жүрген басқа да капитал иелері, ұлттық капитал иелері соны байқағаннан кейін, мына Натан Ротшильд бірдеңені біледі. Біздің әскеріміз Наполеоннан жеңілді деп ойлайды да, олар да түбегейлі барлық капиталдарын, барлық құнды қағаздарын арзанға сата бастайды. Сол арзандаған қағаздардың бәрін Натан Ротшильдтің өзінің сенімді өкілдері арзан бағаға сатып алады. Міне осылай 8 сағат ішінде Натан Ротшильд әлем капиталының өкілі бүкіл Англияны түбегейлі сатып алады. 8 сағат өткеннен кейін жаңа хабар естіледі, Наполеонның жеңілгені естіледі, және ұлттық капитал өкілдері қайтадан өзінің қағаздарын сатып алмақшы болады, бірақ олардың бағасы аспанға дейін көтеріліп кеткен. Сонда Натан Ротшильдтің сол кездегі тапқан ақшасының көбейген есесі 6500 есе болған екен. Ойлаңыз, 2 есе емес, 3 есе емес, 6500 есе өзінің байлығын үлкейтіп алды. Және Англияның түбегейлі қожайыны болып шыға келді. Англия өзінің экономикалық соғысын жеңіліп, әлем капиталының құзырына енеді. Өздеріңіз білесіздер, Натан Ротшильд ол еврейлердіктен болғандығынан өзінің қызын патшалықтың жанұясына енгізеді. Сонда қарап тұрсаңыз, бүгінгі Англияның патшасы Елизавета сол Натан Ротшильдтің қызы. Бүкіл әлемде туысқандық әкеден саналса, еврейлерде шешеден саналады, әйел затынан. Сондықтан бүкіл әлем үшін Елизавета ол жаңағы текті ағылшындардың тұқымы, ал Ротшильд сияқты еврейлердің сенімі бойынша Елизавета тікелей Ротшильдтің ұрпағы. Міне осылай Англия жеңіліске ұшырады.